Ва, жаным, қалайсың? Мамасының жүрегі. Мама жұмыста, апаның қасында отыр жаным. Мен сені жақсы көремін, Мұқабай. Короче, мен кеш шығып қалыппын. Осындай скромный завтрак болайын деп тұрмын менде. Каша, фрукты, компот. Қазір үлгеруім керек. На человеческом уровне увидеть нас, проходили, обсуждали. Я думаю, сегодняшний день должен быть очень интересным со всех сторон. Кого не видел, всех еще раз тоже приветствую. И я бы, знаете, хотел начать с того, что как эта часть первая, она подразумевает общую такую информацию. Менде обед осындай шықты. Негізі көп жемеймін ғой. Что-то сладкий хочу деп. Кішкене ыстық шаймен. Ен түсіріп жатырмын, давай. Я, знаете, сегодня Генеральный директор Казахстан, Казахстандағы осы Деверный поездка келген к сожалению, порядка 1000 человек сотрудников. Вся проявленный энтузиазм, креативность и продвижение здорового образа жизни клиников. Награждаются все сотрудники и участники, которые участвовали. Клиника 3202 Юго-Восток.
потенциально лучших ребят, одевшихся сегодня в этом образе. Встречаем. Давайте громко встречаем на аплодисменты. Расул! Dostlar keladigan jahozlarimiz qutlug' bo'lsin, dinlarimiz sog' bo'lsin. Bizning Detsagi mundial o'rtog'i qolmangizlar. Короче, мындай платье кийдим. И моюнга осындай. Көзүмдө осылай. Короче, полный розовый стилде болдук го. Арты осылай байланады. Күчтүү болду. Бүгүнкү макияжым вроде касым нормально сыяктуу, бирок ана стиль Барби болгондон кийин осулай боядым. Вообще ана түрүмдө пластикалык операция жасаган сыяктуу болуп калганмы. Прям өзүмө унат деп айта алмайм. Ана жок, бирок эми осуну сүрүп тастоо керекпиз. Орунга келдим. Барып ұстаздарымды қуанып қайтайын. Біздің оқу орнының алған дипломдары. Перемен кезде осы жерде тұрып балдарды. На жақ не, я не помню. Ладно, давайте. Маршрут перестроен. Через 300 метров. Мен бұндайға келмегелі. Атам заман болып кетті ғой. Ұмытып кеттік қой 8. Иә. Мынау қол теннисі жақсы идея екен. Біздің қаламыздан ашсақ та. Қазір біз 2 сағатқа ойнап 2,5 мың теңгеден 5 мың теңге төледі. Специально тек қол теннисі ғана арналған ғой бұл жерге, иә. Бокс. Мында суреттерін өлтіріп істеп қойыпты. Мына жақта бар екен ғой. Балдарды бергенге жақсы екен да, иә. Мен жүрген жеріме тек бешбармақ жеймін ше. Қай жаққа барсам да. Үйге барсаң да только бешбармақ. Осындай Аспандияр деген мейрамханасы бар екен. Жақсы жері, гардеробы бар.
тапчанмен отсаң да болады, былайша отсаң да болады. И балдардың ойнататын жері бар екен. Тамақ ішіп отырасыз, балдар мына жаққа келіп ойнайды деген сияқты. И бұл жерде қазақи екен бәрі официанттар. Уже Алматыда жаңа жыл басталып кеткен ғой. Күшті, маған ұнайды өзіме ше. Қазақстандардікі де күшті шығып жатыр деп жатыр еді ғой. Уже біздің уақытымызға дұрыс келмейді. Кинотеатрдың ішіне өтіп сапатта. Кітаптармен. Рахмет. Еще жаздырып алдым ба, ішпеймін десе де оймай. Canım, kayın. Рахмет екен. Қайныларымның ішіндегі ең жомарты. Алматыға келген сайын осылай мені. Инстаграмда чисто bakıyor. Бұл жақта жаңа жыл басталып кеткен ғой, кәдімгідей. Әлі әйтпесе қанша уақыт бар ғой. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Бұл жерде неше түрлі әдемі сыйлықтар тұр. Осы жерден балық қамдап алып кетуге болады. Именно елканы өсіріп қойыпты. Қалай сен? Мұқағай? Не әкелді мама? Көрсетші хан? Мен әдім. Не мынау? Аты кім бұны? Пепе. А мынау ше? Обытпасы да. Айса А? машина. Полиция машина. Мынау не? Бала будет дома. Ой, күштісің ғой, молодец. Ойнадың ғой сен? Я. Кімге рахмет айтасың? Мамаға. Ужан.